Еліміздегі төтенше жағдай жарияланған күнден бастап бірқатар мемлекеттік мекемелер уақытша жұмыстарын қашықтықтан жүргізуде. Солардың бірі Шардара аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімдері. Карантин режимде білікті бапкерлер шәкірттермен қашықтық арқылы жаттығу жұмыстарын жүргізуде. Қиын қыстау кезеңде бапкерлер спортшылардың қашықтықтан үйретіп күні-түні шәкірттермен тығыз қарым-қатынас үстінде. Спорт десе ішкен асын жерге қоятын шардаралық жас спортшылар елімізде болып жатқан төтенше жағдай кезеңінде өз күш-жүгерін үй жағдайында пысықтауда. Дерттен демеу үшін өздерін оқшаулауға кіріскен. Алайда жаттығу залындағыдай емес, әрқайсысы өз үйлерінде дене қимылын қайталап жүргені жаттықтырушыларын қуантты. Шардара ауданы бүгінде облысымызда чемпиондар шығаратын зауыт секілді. 2019 жылы облыс бойынша бірінші орынға жайғасқан болатын. Алайда COVID-19 індетінің салдарынан бұл іс кейінге қалып тұр. Мұндай кезеңде спортшылар тоқтап қалмауы тиіс. Дзюдо, футбол, таэквондо спортымен жаттығатын шәкірттер күніне 3-4 мезгіл бапкерлерінің берген тапсырмаларын орындап, алдағы спорттық жиындарда босаңсымау үшін тыңғылықты жаттығу жұмыстарын жасап жүр. Ауданымызда бірқатар спорт мектептерінің ұжымы қашықтан жұмыс жасауда. Спортшыларымыз үйде оқып қана қоймай, жаттығуларын да тоқтатқан жоқ. Алдағы уақытта спортшыларымыздың әлемдік деңгейде еліміздің көк байрағын көкке көтеріп, әнұранын шырқататынына сеніміз мол. Бұл қиындықты да жеңеріміз анық. Көк туымыздың көкте желбіреп, әнұранымыз әлі талай белестерде шырқайтынына сенім мол. Шардара ауданынан Гүлсанат Қалмырзағызы, Мәдия Шымбеков, Олжас Байтуов, жаңалықтар.